Өскемен қаласы. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы хат арқылы 2016 жылғы 1 қаңтардан кейін еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетке шыққан күштік құрылымдардың ардагерлері атынан сізге жүгінеміз. Мәселе әлеуметтік әділеттіктің бұзылуына және бізге тиесілі мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін қайтармауы. Аталған жылдан кейін зейнетке шыққан күш құрамдарының ардагерлері мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін айырылды. Ал сол қызметті атқарған, бірақ 2016 жылға дейін зейнетке шыққан әріптестері бұл төлемді алуды жалғастырып келеді. Бұл жағдай Қазақстан Республикасы Конституциясының 14 бабына көрсетілген теңдік қағидасына қайшы келеді және азаматтардың құқықтарын бұзылуына әкеп соқтырды. Құрметті президент, сіз өз сөздеріңізде әділеттік пен заң үстемдігін, азаматтардың құқықтарын қорғауды үнемі атап өтесіз. Осыған орай біз сізден келесі нақты шешімдерді қабылдауыңызды сұраймыз. Біріншісі, қауіпсіздік кеңесінің жедел отырысын өткізу. Онда Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексінің 205 бабын Конституция талаптарына сәйкестігін қарап, дискриминациялық норманы алып тастау туралы саяси шешім қабылдау. Екіншісі, 2016 жылғы 1 қаңтардан кейін зейнетке шыққан күш құрылымдарының ардагерлеріне мемлекеттік базалық зейнетақыны қайтару. Үшінші, қызмет етуші әскери қызметшілер мен күштік құрылым қызметкерлерінің жалақысы көтерілген жағдайда бұрын зейнетке шыққан ардагерлерге бір реттік индексация жүргізу. Төртінші, зейнетақы жыл сайын нақты инфляция деңгейінде сәйкес индексациялау. Болжамды көрсеткіштерге емес. Біз мемлекет тарапына әділеттік орнатылатынына және өз уәделерін орындайтынына сенеміз. Өйткені біз осы мемлекетті қорғап қалыптастырған азаматтармыз. Құрметпен Өскемен қаласының әскери зейнеткерлері.